Баршаңызға сәлем. Егерде гүлдеріңіздің жапырақтары сарғайып, майысып, құрғап түсіп жатса, осы бір амалды жасап көріңіздер. Менде бір ай алдын осы гүлдерім мүлдем басқаша болатын, яғни жапырақтары сарғайып, майысып, құрғап түсіп бастады. Менде амалын YouTube'дан қарап ізденген болатынмын. Результатына өзімнің көзім жеткен екен, сіздермен де пайдалы кеңесті бөлісейін деп шештім. Байқасаңыздар, жапырақтары қаттылау болып тұр және қанық түсте жасыл болып тұр. Мен бір ай алдыңғы фотоларын түсірген жоқпын, өйткені бұндай результат беретін білген жоқпын. Мына фикус гүліне қарап тұрсаңыздар, астыңғы жапырақтары қалмаған, сосын майда-майда және осылай бүрісіп қалған, қарап тұрсаңыздар. Ал үстіндегі жапырақтары үлкендеу әрі қуатты. Мен осының да пайдасы деп ойлаймын, өйткені одан басқа ешқандай не қолданған емеспін. Енді амалына көшсек, жарты литр суға 20 тамшы перекисті құйып, шайқап араластырасыздар. Одан кейін жапырақтардың барлығына сүйіп шығасыздар. Осылай видеодағыдай. Менде осы екі гүл ғана деп айттым. Әр гүлдің су ішетін уақыты да әртүрлі екен. Мысалы, доллар гүлі суды көп қажет етпейді. Доллар гүлі жаз мезгілдерінде аптасына, 2 аптасында су ішеді екен. Мен бұны жазда пайдаланған болатынмын, яғни 2 аптада бір рет осы амалды пайдаландым. Енді қыс мезгілі болғандықтан сіздер айына бір рет қолдансаңыздар болады. Яғни доллар гүлі қыс мезгілінде айына бір рет суарылады. Ал фикус гүлі бір аптада бір рет суарылады. Осыған да мән беріңіздер. Осы амалды 2 рет қолданғаннан кейін ақ результаты біліне бастады. Енді барлығына сүйіп шыққаннан кейін осы суымызды гүлдеріміздің топырақтарына құйып шығатын боламыз. Мен топырақтарында ауыстыруым керек, оны да YouTube'дан қараған болатынмын. Негізінде көктем мезгілі жақсы дегенге енді көктемде ауыстыратын боламын. Осылай барлығына құйып шығасыздар. Шыққаннан кейін өзі 2 істегеннен ақ результаты біліне бастайды. Жапырақтары қатайып, әдемі түске еніп, құлпырып шыға келеді. Жасап көріңіздер.